Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге ғашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайғы жесеңіз, өсе өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асау іс көнсеңіз, жамандық көрсеңіз нафрат ile, сотып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсеңіз ғибрат ile, оны ойға жисаңыз. Ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсатпақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайта деп айтпа. Ғылым сүйсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбей сенсеңіз, бір іске келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса да мейлі сол айтты. Ақыл мені жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп орында көне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білмес сөзін біл. Бұл жалған дүниеде шешенде өткен не бұл, көсемде өткен не дәлел. Сөздің мәнін білсеңіз, егер қисық көрінсе, мейлі таста мейлі күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлаққа әл. Ақымақ көп, ақыл аз, демек көптің сөзі бұл. Жақыны сөзі татты деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзге ерме. Сізге айтаман қаупім бұл, өзің үшін үйренсен, жамандықтан жиренсен. Ашуларсың жылма-жыл, біреу білмес сен білсен, білген дедім бәрі тұл. Сөзге қарай кісіні ал, кісіге қарай сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл Ғұламғали Дауани солай депті ол шыншыл. Сөзін оқып және ойла, тез үйреніп тез жойма. Жас уақытта көңіл күл.